Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге фибрильді тырысу жайлы ақпарат бермекшімін. Фибрильді тырысулар дегеніміз жоғары температура кезінде, яғни 38 градустан жоғары болған кезде болатын тырысу эпизодтары. Ол көбіне 6 ай мен 5 жастағы балалар арасында жиі кездеседі. Фибрильді тырысулар екі топқа бөлінеді. Бірінші жай немесе қауіпсіз болса, екіншісі күрделі немесе қауіпті болып бөлінеді. Жай фибрильді тырысулар олар қауіпті емес. Ол баланың орталық жүйке жүйесінің дұрыс жетілмеуімен, яғни дамымауымен сипатталады. Яғни бұл кезде мидың зақымдалуы болмайды. Негізгі фибрильді тырысулардың себептері ең алдымен жоғары температурамен жүретін инфекциялық аурулар. Яғни ол вирустық болсын, бактериялық болсын. Екінші тұқым қуалаушылық. Егер ата-анасының біреуінде фибрильді тырысулар болатын болса, онда балада фибрильді тырысулар болуы мүмкіншілігі жоғарылайды. Фибрильді тырысулардың, яғни қауіпсіз түрі қалай сипатталады? Тырысу болған кезде бала есін жоғалтып сөйлемейді, көз қарашықтары жоғары қарай ауытқиды. Аяқ-қолы бірдей, яғни симметриялы түрде дірілдейді. Ұстама шамамен 1 минуттан да аз болады, сирек 5 минутқа дейін ғана болады. Және ұстамадан соң бала 1 сағат ұйқышыл болады, бірақ аяқ-қолында әлсіздік болмайды. Ал қауіпті түрінде немесе күрделі фибрильді тырысулар кезде қалай болады? Ұстама 2 аяқта немесе 2 қолда бірдей емес, яғни асимметриялық түрде болады. Ұстаманың ұзақтығы 15 минуттан жоғары болады. Және ұстама бір күннің ішінде 5-6 ретке дейін ұстауы мүмкін. Ұстама тіптен 37 градустың өзінде де бола беруі мүмкін. Ұстамадан кейін аяқта немесе қолда әлсіздік болып, бала аяқ-қолын баса алмай қалады. Сол үшін баланың температурасы көтерілгенде жалпы баланың жағдайына қараймыз. Егер 37 градустың өзінде бала өзін әлсіз сезінетін болса, парацетамолды немесе ибупрофенді баланың салмағына қарай өлшеп берген жөн. Ал егер бала өзін жақсы сезінетін болса, 38-де 2 градустан асқан кезде парацетамол немесе ибупрофенді бергеніңіз абзал. Фибрильді тырысу кезде қалай көмектесеміз? Баланы тегіс жерге жатқызамыз және киімдерін босатамыз. Баланы бір бүйіріне қарай қаратып жатқызамыз. Баланың жағын ашуға немесе аузына бір нәрсені салуға тырыспаймыз. Бұл баланың тістерінің сынуына әкелуі мүмкін. Егер ұстама 5 минуттан көп болатын болса, онда жедел жәрдем шақырғаныңыз абзал. Қатерсіз фибрильді тырысулар емді қажет етпейді. Ол бала өсе келе өзі тоқтайды. Ал күрделі фибрильді тырысулар эпилепсия даму қаупі бар дегенді білдіреді. Сондықтан да ол ары қарай тексеруді талап етеді. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.